Сәлеметсіңдер ме балалар, біз математика сабағымызды бастаймыз. Біздің бүгінгі тақырып заттар тобын салыстыру. Бірінші есепке қарайық. Суретте қай заттар артық, қайсысы кем, қай заттардың саны тең. Балалар, қараңыздаршы, бізде ақ тарелке беріліпті және қызыл кеселер беріліпті. Тарелкелеріміздің саны 4, ал кеселеріміздің саны 5. Демек, балалар, қызыл кесе бізде артық. Келесі, балалар, қызыл кесе 5, ал шайнек бізде 2 ғана. Демек, шайнегіміз 2-ге кем. Ал енді тең заттарды табайық. 2 тарелкада печенье 5-ден салыныпты, балалар. 5 тең 5 болады. Ал суретте қарасақ 4 алма тарелкеде және 3 алма бар. Демек, 3 алма мен 4 алма олар тең емес, балалар. Балалар, енді келесі есепке көшейік. Бұл жерде 4 кружка берілген және 4 тарелке берілген. Есімізге сақтайық, балалар. Тең деген белгі осында 2 сызық болады. Демек, 4 тең 4. 4 кружка тең 4 тарелке. Келесі, кем деген белгі. Балалар, кружканы санап көрейікші. Бізде тек қана 4 кружка бар. Ал тарелкеден 5. Демек, 4 5-тен кем. Кем белгісін есімізге сақтаймыз. Келесі, балалар, керісінше 5 кружка бар екен және 4 тарелке. Демек, 5 кружка артық 4 тарелкеден. Артық белгісі осындай. Есімізге сақтаймыз, балалар. Келесі, 1 ғана кружка берілген және 2 тарелке. Бұл жерде 2 тең емес. Тең емес белгісі осындай. Есімізге сақтаймыз. Балалар, сабақты толық түсіну үшін келесі есепке көшейік. Есеп. Заттардың санын салыстыр. Балалар, бізде бірінші қараңдаршы не берілген? Қызыл алмалар және жасыл алмалар берілген. Қызыл алманы санаймыз 5, жасыл алманы санаймыз 3. Демек, 5 алма 3 алмадан артық. Келесі, алмұрттар, сары алмұрт және жасыл алмұрт. Сары алмұрт бізде 7, жасыл алмұртты санасақ, ол да 7. Демек, 7 тең 7. Балалар, келесі бізде қызыл өрік және көк өрік берілген. Қызыл өріктің саны 5, көк өріктің саны 7. Демек, 5 саны 7 санынан кем. Балалар, сендерді кем, артық, тең деген таңбаларды жаттап алды деп ойлаймын. Бүгінгі сабақ түсінікті болса, келесі есепке көшейік. Үшінші есеп. Отбасы мүшелерін ата. Отбасының әрбір мүшесі реті бойынша нешінші отыр? Санауды сол жақтан баста. Сенің отбасыңда ересектер көп пе, әлде балалар көп пе? Ендеше, балалар, бізге санауды сол жақтан баста деп тұр. Кітапқа қараған кезде біздің сол жағымыз ол әкесінен басталып тұр. Қараңдаршы, балалар, әкесі, анасы, кішкентай қызы, әжесі, атасы және ағасы мен інісі отыр. Енді біз осы отбасы мүшелерін атап болғаннан кейін біз нешінші отырғандарын табайық. Әкесі 1-ші отыр, анасы 2-ші отыр, қызы 3-ші отыр, әжесі 4-ші отыр, атасы 5-ші отыр, ағасы 6-ші отыр, бауыры 7-ші отыр. Отбасында 7 адам бар екен, балалар. Ал сенің отбасыңда неше адам бар? Бұл отбасын енді ересектер мен балалар қайсысы көп екенін табайық. Балалар, ересектер бұл жерде 4, ал балалар 3. Демек, ересектер көп екен.
Менің отбасымда 2 ересек адам және 2 бала бар. Демек, 2 тең 2 болады. Өз отбасыңды осылай айтып, есептеп көр. Ал балалар, сабақ түсінікті болса, лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпа және достарыңмен бөліс. Сабақтарыңды жақсы оқыңдар. Сау болыңдар. Келесі кездескенше.